Бұл жерде намыс қолдан бермеген, жерін қорғап қазақ жауға қылыш сермеген. Уважаемые участники ежегодного турнира среди учителей Назарбаев интеллектуальной школы, администрация нашей школы, кафедра физкультуры нашей школы и все учителя рады приветствовать вас в нашей стенах. Казахстан, самға Казахстан, Казахстан, жаса Казахстан, Казахстан, байлығым менің тәуелсіз Казахстан, 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 байлығым менің тәуелсіз елім. Казахстан, самға Казахстан, Казахстан, жаса Казахстан, Казахстан. This is my first time participating in an event like this, competing against other schools, professionals, teachers, and I must say that it exceeded all of my expectations. I was so excited to participate in it, but just to, participate with my team, and we had some wins, we had some losses, but overall just the spirit from every team, the competitiveness, just the eagerness to really support each other and to support each team is something that I will never forget. So I'm excited to come back next year so that Simi can take it all the way, so go Simi, and next year we're coming back #1 every time. Осы өткізіп жатқан спартакиаданың маңызы өте зор деп ойлаймын, өйткені алдымызға қойған мақсаттарымыз орындалып отыр деп есептеймін. 2 жылдың ішінде негізі 20 Назарбаев зияткерлік мектептер арасында мұғалімдер арасынан осы жарысты өткіземіз деп бұрыннан бері жоспарлап келе жатқанбыз. Сондықтан да Олег Владимирович Бакпеден және Алматы КМН дене шынықтыру кафедрасына үлкен рахмет айтқым келіп отыр. Осы мұғалімдердің басын қосып, осы шара өткізіп отырғандарына. Жұлдызы жанған жеріміз, тәуелсіз арман еріміз, жаралған ардан сенсің, арманы биік сөзсіз, жүрекпен сүйіп сенде жанамын күйіп. Осы зияткерлік мектептер арасында ұйымдастырылып отырған спартакиаданың маңызы қандай? Менің ойымша бұл маңызы өте зор.
және бұл спартакиада керек екендігі көрініп тұр. Мына қатысушылар саны өсіп жатыр жылдан жылға. Ойыннан ойынға биыл 16 команда қатысып жатыр. Маңызды оның танысамыз, бір-бірімізді сол бір Назарбаев зияткерлік мектебінің бір семейді сезінеміз. Келесте көргенде амандасып, өткенде ойында болған кісілер келіп көрген, демек тарайтын кісілер келіп амандасып, сол ойында болғанда қуанышты. Олар да келіп ассалаумағалейкум қалдыңыз, қайта келіп ойын болып тұрған жақсы. Әрине зияткерлік мектептерде әсіресе мына Шайхов болғанда ойындағы міндетті түрде болу керек. Әрине қалғандары дұрыс алып қажет. Біздің ойындардың ойнағанымыз ол біздің тәрбиелік бағыттағы бар. Ұйымдастырып жатқан рахмет. Жақсы ұйымдастырылған қарсы алып қойсаңыздар орындай тапқан одан қонақтар жақсы келді. Осы спартакиаданы ұйымдастырып отырған Назарбаев зияткерлік мектебі физика, математика бағытындағы мектеп директорына және администрация бөліміне және мұғалімдерге, соның ішінде дене тәрбиесі пәні мұғалімдерге үлкен алғысымызды айтамыз. Және бұны ұйымдастырып отырған біздің Назарбаев зияткерлік мектептерінің басшыларына, жоғары басшыларына көп рахметімізді айтамыз. Осында спартакиада жиі өтіп тұрса, мұнан жүзден тұлпар мықты спортшыларға жеңіп айтамыз. Қазан айының 22-23 күнінде Алматы қаласы физика математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінде мұғалімдер мен қызметкер арасында жарыс өтті. Бұл жарысқа Қазақстанның 16 Назарбаев мектебінен мұғалімдер мен қызметкерлер қатысты. Жарыс өте қызықты және тартысты өтті. Жарысты қорытындылай келсек, бірінші орынды жалпы командалық есепте Алматы қаласы химия-биология бағытындағы мектеп жеңіп алды. Екінші орынды Талдықорған қаласындағы физика математика бағытындағы мектеп жеңіп алды. Үшінші орынды Тараз қаласының физика математика бағытындағы командасы ұтып алды. Жарыс өте қызықты және тартысты өтті. Осындай жарыстар Назарбаев зияткерлік мектептері арасында, қызметкерлер мен мұғалімдер арасында жарыстар көп болса екен деп тілейміз.